жүрек тазарып пейіл кеңею үшін иә неден бастау керек? ең бірінші сөзден бастау керек. Адамдар айтады ғой, ниет дейді, Алланың разылығы үшін жаса дейді. Бірақ түбі барлығы Алланың разылығы үшін барлығы жасап жатыр деп мен айта алмаймын. Түбі өзінің түп пайдасы бар да. Қандай да бір жақсылық жасаймын, дастархан жаямын, Алланың разылығы дейді. Бірақ түбі өзінің бір какой-то несі тұрады, пайдасы тұрады да. Сосын Құдай тағала айтады, ол қасиеттерді сүймейді. Ең бірінші өзіңмен шыншыл бол дейді. Арыңмен шыншыл бол дейді. Асыра сілтеп сөйлеме дейді. Эмоцияға беріп сөйлеме дейді. Солардың барлығы Алла сол қасиеттерді сүймейді. Мұны айтады ғой, адамның жаңа айтып отырмын ғой, сөзі таза секілді да, аузын толтырып әдемі сөйлейді, бірақ сол сөзіне сай келмейді да. Сол сай келу үшін адам ең бірінші ақылын жөндеу керек. Ақыл жөнделген кезде адамның ойы өзгереді ғой. Ой өзгерген кезде жүрекке, айтып кеттім ғой, жүрекке түскен кезде адамның амалы өзгереді, іс-әрекеті өзгереді. Сол кезде адам беруші адамның қатарына қосылады.